Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Менен құртты қалай жасайсыз, сол рецептін салыңызшы деп жүрген оқырмандар бар еді. Сол оқырмандардың сұрауымен мен бүгін құрттың рецептісімен бөліспекпін. Мынау біздің жаңа тартылған аврат сүтіміз. Аврат деп әбден қаймағы сепаратормен ажыратылып, тек қана көк сүті қалған көк сүтті аврат дейміз. Осы көк сүттен жасаймын. Ол адамның қалауы бойынша, егер де майлы құрт жегіңіз келсе, әрине қаймағын ажыратпай, сол сильный сүтті тартқан сауған бойда өйтіп жасасаңыздар болады. Бірақ мен ол қаймақты май қылатындықтан мен тек қана авратынан жасаймын. Міне мынау тартылған сүтіміз. Осы сүтті міне кешкілік, бүгін кешкісін мен тартып болып тұрмын. Бұл түнімен тұрады, бетін жауып қоям. Ертең обедтің кезінде 12-1-дің кезінде бұл күн ыссы болса, әбден ұйып маған дайын тұрады. Суы бөлінгенше дайын тұрады. Содан кейін оны дорбаға сүзіп алам. Ал бүгінше осы сүттің бетін жауып, осы сарайыма тастаймын. Ертең жалғастырамыз видеоны. Міне достар, біздің құртымыз әбден ашып тұр. Кеше айтқандай, көк су әбден бөліну керек. Міне көк су әбден бөлініп, құрты бетіне шығып тұрған кезде осындай дорбаларға міне салып аламыз. Салып алдық. Сосын осы дорбаны қазір іліп қоям. Ертең таңға дейін тұрады. Әбден су сорғады, көк су әбден ағып бітеді. Сосын ары қарай түсіретін боламыз тағы да. Міне достар, осылайша салынған құртымызды, міне осындай масса, көк су бөлініп жатыр. Осыны апарып ілеміз. Осындай дорбамызды ілеміз. Міне су әбден ағады осылай. Сосын ештеңе шықпамас үшін мен бұның үстіне үлкен бірдеңемен жауып тастаймын. Ол да әппақ болып өзі сорғып, ертеңге бізге дайын тұрады. Міне достар, кешегі сүзілген құртымыз әбден бабына келіп, дорбадан осындай үлкен табаққа түсіріп аламын да. Міне мықтап тұрып илеймін бұны. Құрттың негізі иіні қанбаса бірікпейді. Сондықтан неғұрлым иінін қандырып, әбден илеу керек. Міне нанды қалай илейсіздер, мысалы. Дәл солай, міне майды қалай былғайсыздар, дәл солай иінін қандырып илеу керек. Илеп барып, тұзын саламыз. Тұз татымына қарай салынады. Әркім әртүрлі. Мысалы, мен өзім қатты ащы құрт жақсы көремін, сондықтан менің құрттарым ащы болады. Мен тұзды молырақ саламын. Ал кейбіреулер болады, тұзды азырақ салады. Онда енді әркім өзіне ұнағандай қылып салады. Не осылайша кейде болады, бұдан да құрғақтау болып шығады массасы. Кейде болады осындай міне. Бұл осындай құрттай өте дәмді болады. Қараңыздар, мен жасап бастап кеттім. Сосын айтайын дегенім, тұзын мол салған құрт кішіремейді. Ал егер де тұзын азырақ салсаңыз, құртыңыз кішкентай болып кепкен кезде кішірейіп қалады. Бұл құрт жасауда білетін лайфхак. Мен сондықтан да болар тұзын молырақ салам, бірақ менің айналамдағы адамдардың бәрі тұзды құртты жақсы көреді. Міне осындай болады. Мен құрттарымның өзінің клиенттері бар. Осылай жасап, қазір кейін сеткіде кеуіп жатқан құрттарымды көрсететін болам. Достар, осылайша менің құрт жаятын сеткімдағы көріністі бір көрсетіп жіберейін. Міне мынау жасаған құрттарымыз, бұл кешегі құрттарымыз жасалған. Міне дегдіп әдемі болып кеуіп келе жатыр. Міне
Енді қазір манағы жаңа жасаған құртымды осы жерге салатын болам. Ал мынау кешегі құрттар. Не осылайша? Мына құрттар бүгін кешкісін жиналынатын болды. Ал мына қазір салатын құртымды ертең жинаймын. Бір күнде кеуіп жатыр. Осылай достар, егер де менің видеоларым ұнаған болса, лайк, комментарий тастап, подписаться кнопкасын басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.